Тіршілікке қажетті энергияның басым бөлігі күннен келеді. Осы энергияның тірі ағзалар арасында қалай таралатынын қоректік тізбек қай ағзаның басқаларымен қоректенетіні арқылы сипаттауға болады. Әрбір қоректік тізбектің төменгі бөлігінде продуцент деп аталатын ағзалар болады. Олар күн энергиясын жұтып, фотосинтез процесі арқылы оны қантқа айналдырады. Бұл барлық өзге тіршілік иелерінің өміріндегі маңызды қадам. Жануарлар азықты өздігінен өндіре алмайды. Сол себепті олар өсімдік энергиясын пайдаланады. Шөп қоректілер немесе негізгі тұтынушылар тікелей өсімдіктермен қоректенеді. Шөп қоректілер өз кезегінде өзге жануарлармен қоректеніп, энергия алатын жыртқыштарға немесе екінші реттік тұтынушыларға азық болады. Алайда энергия қоректік тізбекпен жоғары көтерілген сайын, оның мөлшері қарқынды түрде азайып отырады. Мына солтүстік бұғылары өсімдіктердің күннен алған энергиясының аз ғана бөлігін алады. Олар энергияны демалуға, қозғалуға және қалдық шығаруға қолданатындықтан, жиналған энергияның тек 1/10 бөлігі ғана өсуге жұмсалып, екінші реттік тұтынушылар қасқырларға беріледі. Қоректік тізбек деңгейі жоғарылаған сайын, тіршілік мөлшері азая береді. Мұны тірі ағзаларды биомасса пирамидасына орналастыру арқылы көрсетуге болады. Мұнда өсімдіктердің өте көп мөлшері бұғылар табынының тіршілігін қамтамасыз етеді. Ал олар өз кезегінде қасқырлардың бұдан да аз санына азық болады. Ағзалар өлген кезде олардың энергиясы ешқайда жоғалмайды. Оны өлексемен қоректенушілер пайдаланады. Және олар қоректік заттарды қоршаған ортаға қайтаратын редуценттер көмегімен ыдырайды. Осылайша, барлық тіршілік иелеріне қажетті энергия өз бастауын күннен алады.